Pindodo сайтынан 6 таңбалы кодты ұмытып қалған болсаңыз, осы видеоны соңына дейін көріңіз. Pindodoға кіріп, осы жүрекшені басамыз. Одан кейін настройкаға кіреміз, осы жоғарыда тұрған. Бұл жерде бірінші батырмада, егер сіз 6 таңбалы кодты білетін болсаңыз, және оны өзгерткіңіз келсе, соған кіресіз. Ал астындағы екінші батырмаға сіз 6 таңбалы кодты ұмытып қалған жағдайда кіресіз. Мен осы екінші батырманы басатын боламын. Осының үстінен басамыз. Және де осы картаның үстін басамыз. Осы жерге картаның сыртындағы цифрды жазатын боламыз. Одан кейін осы жерді толтырамыз. Ең біріншісіне аты жөніңізді жазасыз. Одан кейін картаның сұрағын жазасыз. Және де астына 3 таңбалы кодты жазып, астында қызыл батырманы кіреміз. Осы жерге өзіңіз қалаған 6 таңбалы санды жазасыз. Және де екінші ретте қайталап жазатын боламыз. Осылайша біз 6 таңбалы санды өзгертетін боламыз. Видео пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.